Саламатсыздар ма 22-ші топ студенттері? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлденең жіктерді пісіру. Өндірістік машық сабағымыздың тақырыбы көлденең жіктерді пісіру. Сабағымыздың мақсаты студенттерге көлденең жіктерді пісіруді өндірістік машық кезінде қалай орындау керектігін түсіндіру және тәсілдерін меңгерту. Машықтану кезінде ақпараттық оқу құралдарын қолдану арқылы студенттердің танымдық белсенділіктерін, қызығушылығын, ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту. Студенттердің өз мамандығына қызығушылығын арттыра отырып, уақыттарын тиімді де ұқыпты пайдалана білуге, адамгершілікке, жауапкершілікке, сыйластыққа тәрбиелеу. Бүгінгі сабағымыздың формасы қашықтықтан оқыту. Сабақтың материалдық техникалық жабдықталуы. Сабақ мазмұны туралы қысқаша мағлұмат слайд арқылы, бейнеролик жаңа тақырыпқа арналған және үй тапсырмасы тексеру сұрақтары. Сіздерге бүгінгі машық сабағының барысы туралы мағлұмат беріп кетемін. Сабақ видео түрінде өтеді. Сондықтан қауіпсіздік ережелерін сақтап, видеода көргендеріңді қастарыңда практика жетекшісі болмаса қайталамауларыңды өтінемін. Бүгінгі сабақ дәнекерлеудің қолмен доғалы дәнекерлеу түрімен жүргізіледі. Бүгінгі сабаққа қалыңдығы 4 мм болатын пластина пайдаланамыз. Алдымен пластинаны екі жеріне бекітіп аламыз. Көлденең жіктерді пісіру басқа жіктерді пісіруге қарағанда жеңілдеу келеді. Бүгінгі пісіру әдісі электродты жартылай сақина тәрізді тербеліс пен қозғау бағытында болады. Доғаны үзбей пісіру түрімен пісірген жөн. Бекітілген пластинаның бір басынан доғаны жағып алып, доғаны үзбестен пісіреміз. Көлденең жікті пісіріп болған соң, арнайы шылақ қағатын балғамен шылақты соғып тазалаймыз. Бүгінгі сабаққа қолданылған құрал-жабдықтармен таныстырып кетейін. Инвенторлық дәнекерлеу аппараты. Инвенторлық дәнекерлеу аппараты әркімде әртүрлі болуы мүмкін, бұл маңызды емес. Электрод ано 21, диаметрі 3 мм, пластина 4 мм қалыңдығында, маска, арнайы қорғаныш киім, қолғап, шылақ қағатын балға, щетка. Қауіпсіздік ережесіне сай бұл құрал-жабдықтар бәрі де қолда болып және сақталуы керек. Ал енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңа тақырып туралы бейнероликті ұсынамын. Я хотел бы поговорить с вами, как сделать горизонтальный шов. Показать на практике, обсудить некоторые нюансы. Для того, чтобы сделать нам горизонтальный шов, нам нужно сваиваемое изделие. В данном случае это у нас вот две пластины диаметром 4. Будем их сваивать друг к другу в стык. Нам нужна сварочная маска, защитные перчатки, чтобы не опалить руки. Сварочный инвертор в данном случае у нас от компании Tesla MMA 252. И в конце молоточек, чтобы отбить шлак. Как правильно сделать горизонтальный шов? Перед началом нам надо две пластины выставить с небольшим зазором, где-то 2 мм. Сделать две точки, чтобы пластина не тянула. И можно выполнить это разными методами. Вот у нас два сваренных металла. Можно это как точками, отрывая, чтобы, если у нас потоньше металл, чтобы не пропалить металл. Можно идти полукольцами, наплавлять. Это более такой сложнее, но не слишком сложный. Есть также восьмерочные наплавления. Есть также круговые и елочные. Масса направлений, но они требуют практики. Самое проще делать либо точками для начинающих, либо полукольцами. Сейчас я вам покажу на практике, как это сделать на примере этих двух пластин. Включаем сварочный инвертор, подсоединяем массу, выставляем ток, можно смело, у нас здесь есть, допустим, нарисованные позиции по позиционно диаметре электродов. Есть вот у нас 1,6 диаметр, 2, 2,5, 3,2, ну и конечный результат это 4. Ну ставим где-то 3,2 на нашу троечку. Делаем небольшой зазорчик.
2 миллиметра где-то ставим, 2 точки. Поставили, зафиксировали точками, и теперь можно, я буду идти на себя, можно делать сварочные соединения. Сейчас покажу вам это, как делается. Вот мы сделали сварочный шов, еще не отбивая шлака. Сейчас мы отобьем шлак. Если хороший качественный электрод, шлак отобьется практически с одного удара. Сейчас мы посмотрим. Ну, вот как бы вы видите, хороший сварочный шов. В данном случае я использовал электроды ано 21, но там уже какие вам использовать, это на ваш выбор. Есть режим антистик, антизалипания и форсаж других встроенный. И поэтому электрод практически не залипает и горит хорошо без перебоя. Ну вот как-то так. Тағы да қайталап айтам, қауіпсіздік ережесін сақтауларыңызды сұраймын. Ал енді үй тапсырмасына келетін болсақ, видеоны мұқият қарап шықсақ, жаңа тақырыпты қалай меңгергендеріңізді тексеру мақсатында төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бірінші сұрақ: видеода пісіруге қандай бұйым қолданылды? Пісіруге пайдаланған пластинаның қалыңдығы. Дәнекерлеу жұмысына қандай электрод пайдаланылды? Видеода дәнекерлеуші екі пластинаның арасына неше миллиметр саңырау қалдырды? Видеода дәнекерлеудің қандай түрі қолданылды? Бұл сұрақтардың бәрі видеороликті мұқият назар салып қарасаңыздар, видеороликте жауабы көрініп тұр, дайын тұр. Бүгінгі машық сабағымыздың барысы осылай. Назарларыңызға рахмет.